Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен қызыл бархат капкейкелерінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, аппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Осылай көпірген кезде үстіне сұйық май қосамыз, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді біздің қырғақ ингредиенттеріміздің барлығын бір ыдысқа салып, сол ыдыстың ішінде жақсылап араластырып аламыз. Менде қырғақ ингредиенттерінің ішінде сода, қопсытқыш, какао, ұн бар. Кейін айранның үстіне красительді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осы айран мен қырғақ ингредиенттерді азғантай-азғантайдан құя отырып, 3-4-ке бөліп, жақсылап миксерлейміз. Біздің тестамыз дайын, осындай сұйықтықта болып шығады. Енді біз осыны біздің пісіретін ыдысымызды алып, бір ас қасықтан құйып шығамыз. Егер де сіздердің ыдыстарыңыз кішкентай болатын болса, бір шай қасықта жеткілікті. Себебі біздің капкейкелеріміз піскен кезде өте қатты көтеріледі. Менде 30-дан көп капкейктер шықты. Енді біз капкейктердің кремін жасайтын боламыз. Сол үшін творожный сырға қант ұнтағын қосып, миксерлейміз. Қант ұнтағы болмаса, қантты да қосуға болады. Оның үстіне кілегейді құямыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, 2 минут сайын көтере отырып миксерлейміз. Ең бастысы, біздің сливки мен творожный сыр сап-салқын болу керек. Енді біз осыны біздің суыған капкейкелеріміздің үстіне осылай насатканың көмегімен әсемдейтін боламыз. Әсемдеу өзіңіздің қалауыңызша. Міндетті түрде біздің капкейкелеріміз суыған болу керек, әйтпесе крем еріп кетуі мүмкін. Осылай кремді ортасынан бастап жағып, төбесіне қарай көтере әсемдесеңіздер, өте керемет шығады. Мен осылай кондитерлік посыпкалардың көмегімен әсемдедім. Өте керемет дәмді шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.